ашық сабағымызға сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Жақсы? Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан күнде. Тапсырмамыз былай: әріптерді атап, дауысты болса қызыл дорбаға, дауыссыз болса көк дорбаға орналастырамыз. Түсінікті ме? Әріптер менің қолымда таңдауыңыз бойынша аласыздар, сосын барып дыбыстың атын атап, сәйкесінше дорбаларға орналастырасыз. Түсінікті ме? Түсінікті ме, оқушылар? Жарайсыздар. Жақсы, бастайық. Дильман, бастай ғой, тез. Әріпті құрдастарыңа, сыныптастарыңа көрсет, ата. Қандай дыбыс? Дауыссыз дейді, орналастыра ғой, тез. Амир. Тез. Біздің сабағымызға, бүгінгі біздің сабағымызға тағы да бір әріп келіпті. Ол әріп қандай әріп екенін қазір сіздер менің жұмбағымды шешу арқылы табасыздар. Тыныш тыңдайық. Мұқият тыңдай қалды. Ұя, ұлу, ошақтың басын бастап беремін. Қос, жұмыртқа, бұтақтың ортасында келемін. Ойланайық, қандай дыбыс екен? Амир? Жоқ, балдар, осы сөздердің ішінде міне қасында келетін қандай әріп? Қарайықшы. Және қос, жұмыртқа, бұтақтың бұл сөздерде ортасында келетін. Дұрыс, қандай әріп екен? О әріп екен. Жарайсыздар, балдар. Міне, барлығымыз тақтаға назар аударайық. О дыбысы дауысты дыбыс және жуан дауысты дыбыс. О дыбысы сөздің басында және сөздің ортасында кездеседі. Міне, келесі. О дыбысы кездесетін қандай? Балдар, мұнда сіздерге сөздер берілген. Осы сөздердің орталарында, бас жағында көп нүктелер берілген. Сол көп нүктенің орнына біздер о дыбысын қойып, осы сөздерді барлығымыз бірге оқып көреміз. Түсінікті ме тапсырма? Жақсы, Амир бастап оқиды. Өзін орналастыра ғой. Жанға тұра ғой, енді оқиық ол сөзіңді. Бұрыш балдар. Міне, жақсы балалар. Біздер міне, түсіп қалған сөздердің орнына, міне, көп нүктенің орнына о дыбыстарын қойып, бірнеше жаңа сөздермен таныстырып екен балдар. Енді жақсы, барлығымызды о әріпін дауыста барлығымыз айтып қарайықшы. Аңсап, қалай отырады оқушы? Аңсап отырады. Барлығымызда карандашымызды алып, о дыбысын бастып шығайық. Әдемі қылып бастып шығайық. Ойынның аты, яғни егер ұшатын зат болса, шапалақтайсыздар. Егер ұшпайтын болса, аяғымызбен жайлап не істейміз? Топырлатамыз. Түсінікті ме? Жақсы. Ұшты, құлын ұшты. Ұшты, мұрын ұшты. Ұшты, кептер ұшты. Кептер ұшты не? Көгершін ұшады ғой, я? Ұшты, дәптер ұшты.
қима суреттер берілген, тыңдайық, иә, топ мүшелері. Араластырылған қима суреттері берілген. Сол суреттерді сәйкесінше дұрыс орналастырып, суреттің атауын атап, сол суретті буынға бөлеміз. Түсінікті ме? Түсінікті ме? Түсінбесеңіз, тағы сұрауға болады. Жайлы кірісе беріп жұмыстанамыз. Екінші топ, Раян тобы. Сіздерге жаңағыдай араластырған түрлі суреттер берілген. Сол суреттердің ішінен айтылуында тең қана о дыбысы кездессе, соны ғана мына ақ қағазға жабыстырамыз. Жақсы, сабақта беремін. Айтып қарайық. Алма келмейді дұрыс. Бұл топқа жаңағыдай мозаика суреттерді жинап, және суреттерді атап буынға бөлдім. Атайық бірінші суретті. Буынға бөлейік балдар, бұғы сөзін. Неше буын? Буын, екі буын дұрыс. Келесі сақшасын атайық. Дұрыс. Керемет. Келесі топқа міне суреттердің ішіне айтылуы о дыбысы кездесетін суреттер. Буынға бөлші, Эльмар, он сөзін. Балдар, екі топқа да мен жұмыстарына жұлдызшылар қоямын. Өте жақсы жұмыстардыңыздар. Жеке шығармашылық тапсырма ұсынуым келіп тұр. Орнына қарауға. Сен мына кеспе әріптердің ішінен о дыбысы кездесетін бір сөз құрап жаз. Жарай ма? О дыбысы кездесетін сөз құрап жазасың. Бөкейхан, сен бұл суреттердің ішінде айтылуында о дыбысы кездессе, соны ғана қоршайсың. Жарай ма? Раяна, мұнда араластырған неше түрлі буындар берілген. Сол буындарды біріктіре отырып, о дыбысы кездесетін сөз шығару керексің. Гельман, сен мына түрлі түсті таяқшалармен олу сөзін жазасың. Олу сөзін жазасың. Рахмир, Нұрсат, Ансар деп жақсы етіп бояңыздар. Қазір беремін. Болды. Алма. Олу жарайсың, керемет. Олу. Жақсы, Нұрсат өте әдемі. Олудың суретін бояған екен. Көрсетте ғой, сыныптастарыңа, көрсетте ғой. Қандай әдемі сурет. Таныш. Рахмир өте жақсы бояған екен. Бұл суреттің атауы қалай, Нұрсат? Атай ғой суреттің атауы. Ненің суретін бояды сен? Нұрсат? Нұрсат, ненің суретін бояды? Олудың суретін бояды. Жақсы балдар, осымен сабағымыз аяқталды. Барлығыңыздар өте жақсы жұмыстардыңыздар. Түрлі көптеген тапсырмалар орындадыңыздар. Сіздерге келесі сабақта тек қана сәттілік тілейміз. Сабағымыз аяқталды. Орнымыздан сау болыңыздар.